Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін балалар сүйіп ішетін йогуртты үй жағдайында небәрі 1 минутта дайындаймыз. Магазиндікінен әлде қайда дәмдірек болып шығады. Ең алдымен бізге осындай кез келген жидек түрі қажет болады. Мен қатырылған шиені қолданамын. Егер жидек болмаса, орнына тосап, яғни варенье қоссаңыздар да болады. Және ыдысымызға бір бананды осылай турап саламыз. Үстінен 2 ас қасық қатырылған шиеден саламыз. Тәттілігіне қарай 1,5 ас қасықтай қантты саламыз. Варенье қолдансаңыздар, қант салмай қойсаңыздар да болады. Және 1 стакан толы 250 грамдай айранды қосамыз. Мен осындай дүкеннің 2,5% айранын қолдандым. Сіздер қолдың, яғни домашний айранды қоссаңыздар да өте керемет болып шығады. Барлығын жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Осылай араластырып, осымен біздің үй жағдайында дайындаған өте дәмді йогуртымыз дайын болады. Балаларға да, ересектерге де ұнайтыны сөзсіз. Осы видео сіздерге пайдалы болған болса, ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.